Сәлем! Бүгін өтетін тақырыбымыз қош келдіңіз. Мына сөздерді есіңде сақта. Ас үй. Ас үйдегі жабдықтар пышақ, шаншықы, қасық, тәрелке, кесе, тоңазытқыш, пеш, үстел, орындық. Келесі қонақ бөлме. Қонақ бөлмеде диван, шам, сағат, сурет, кілем. Жатын бөлме. Жатын бөлмеде сөре, төсек, жастық, көрпе, шкаф. Жуынатын бөлме заттары. Тіс пастасы, тіс щеткасы, сабын, сүлгі, қол жуғыш. Ендігі тапсырма. Сәйкестендір. Өзіңді тексер. Дұрыс. Бірінші суретте жатын бөлме. Екінші суретте ас үй. Үшінші суретте жуынатын бөлме. Келесі тапсырма. Сурет пен сөзді сәйкестендір. Өзіңді тексер. Дұрыс. Бірінші тоңазытқыш, екінші жастық, үшінші кесе, төртінші сүлгі. Мына нәрсені есіңде сақта. Алдында, үстінде, жанында, артында, астында, ортасында. Ендігі тапсырма. Тәрелке қай жерде тұр? Дұрыс. Тәрелке үстелдің үстінде тұр. Орындық қай жерде тұр? Орындық үстелдің астында тұр. Мәтінді мұқият тыңда. Асан екі қабатты үйде тұрады. Бірінші қабатында жуынатын бөлме мен ас үй, екінші қабатында қонақ бөлме мен жатын бөлме. Асанның үйі әдемі әрі үлкен. Ендігі тапсырма. Дұрыс бұрысын анықта. Өзіңді тексер. Асан үш қабатты үйде тұрады. Бұрыс. Ас үй бірінші қабатта. Дұрыс. Жуынатын бөлменің үстінде қонақ бөлме бар. Дұрыс. Асанның үйі кішкентай. Қате. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.